Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін білім класс платформасында онлайн сабақты видеоконференция арқылы қалай өтеміз, соған тоқталмақшымын. Ол үшін өзіміздің ертеңгі сабақ кестеміз, осы кестеден ертеңгі сабаққа кезекті сабағымызды өтуді басамыз. Осы жерде міне сабақ, журнал, видеоконференция. Видеоконференцияға барамыз. Міне синхронды сабақ деп ашылып тұр. Уақытты автомат түрде өзі көрініп тұр. Осы жерден біз құру батырмасын басатын боламыз. Міне синхронды сабақ құрылды. Осылай қылып біз алдын ала сабақтарымызды құрып қоюымызға болады. Кезекті сабақ уақытында ары қарай сабақты өтуді басамыз да, міне видеоконференцияға барып, арма қарай сабақты бастау батырмасын баса аламыз. Міне сабақты бастауды бастым. Міне өзімізге таныс Zoom платформасындағы экранымызға ұқсас келесі видеоконференциямыз ашылды. Бұл жерден төменгі жағында міне дыбысымызды жауып қоюға, ашуға болады. Міне видеоны жауып және ашып қоюымызға болады. Келесі начать трансляция экран. Яғни бұл жерде өз экранға сабақ барысында қолданатын тапсырмаларымызды бөлісе аламыз. Міне поделиться арқылы. Поделицияны басам, міне тапсырма маған бөлінеді. Арма қарай закрыть доступты басып, жауып тастай аламын. Одан басқа бұл жерде бізге қандай мүмкіндік? Бұл жерде міне қарасаңыздар, міне видео YouTube. Осы батырманы шертсек, мына жерге сілтемесін, яғни сабақ барысындағы видео түсіндірмеміздің сілтемесін қоя аламыз. Ол үшін мысалға мен ертеңгі 7-ші А класындағы сабағым күрделі жаттар программалау. Осыны сілтемені бөлісуді басамын, көшіріп алып, сілтемеге қоятын боламын. Міне поделиться ашылды. Осы жерден поделицияны басып, міне экрандан видеоны көрсете аламыз. Бұл жердегі мүмкіндіктердің ешқандай Zoom платформасына айырмашылығы жоқ. Дәл сол мүмкіндіктерді қолдана отырып сабақ өту мүмкіндігі бар. Одан бөлек сабақты аяқталғаннан кейін біз міне сабақты аяқтау батырмасын басамыз. Енді біздің жіберген сілтемеміз, оқушыға міне сілтемені көшіру арқылы бөлісе аламыз. Осы бөліскен сілтеме арқылы немесе оқушы өзінің білім класс платформасына қосылып, біздің алдына дайындап қойған сабағымызға қосыла алады. Оқушыдан қалай көрінеді, соған тоқталатын боламын. Ол үшін міне оқушының білім класс платформасына қосыламын. Оқушыда міне кезекті ертеңгі сабақ кестесі көрініп тұр. Осы жерде оқушы кезекті өзінің сабақ кестелеріне қосылатын болады. Мен де міне информатика оқушы өту. Арман қарым міне видеоконференция. Осы жерден оқушы міне сабаққа кіру батырмасы арқылы қосыла алады. Оқушының экранында дәл міне біздегідей көрініп тұрады. Бұл жерден де оқушы дыбысын ашып, видеосын қосып, міне қол көтеріп чатқа жазу арқылы мүмкіндіктермен қолдана алады. Міне біз білім класс платформасындағы видеоконференция арқылы сабақты қалай өткізуге болады, қалай алдын ала жоспарлап қоюға болады, соған тоқталып өттік. Егер де видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.